Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ерекше тағам хамир хасиб жасаймыз. Міне енді салмасын жасай бастаймыз. Бірінші пиязымызды майдалап, жақсылап турап аламыз. Одан паприка қосамыз, тұз қосамыз, қалауыңызша приправа қоссаңыз болады. Міне мен жұмыртқаның сарысымен иледім. Жұмыртқаның сарысымен илеген кезде қамырымыз сап-сары болып, әдемі болып көрінеді. Бір сағатқа қалдырып қойып қоямыз. Қамырымызды мантыға кескенде 4 бұрыш қылып кесіп аламыз да, ішіне салмасын салып шығамыз. Бәрі видеода түсінікті. Негізі хамир хасибқа негізі ортасына тағы да күріш салынады, мен бірақ күріш салмадым. Сіздер күріш салсаңыздар болады. Бұны мантаваркада 30-35 минут пісіріп аламыз. Енді басқа ыдыста подливасын жасауға кірісеміз. Пияз бен сәбізді турап аламыз да, жақсылап қуырып, оған картошкамызды қосамыз. Міне біздің осымен біздің тамағымыз
хамир хасиб тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.